қазақ тілі сабағын бастаймыз. Ең бірінші көңіл күйіңізді көтеріп алайық. Мына бір өлең жолдарынан бастайық. Менің артымнан қайталаңдар. Қуанамын мен де. Қуанамын мен де. Қуанасың сен де. Қуанасың сен де. Қуанайық достарым. Қуанайық достарым. Арайлап атқан күнге. Арайлап атқан күнге. Тамаша, осындай жақсы көңіл күймен қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Қазір балалар үй тапсырмасына шолу жасаймыз. Біз өткен сабақта мәтіннің 3 түрін өткен болатынбыз. Сол мәтіннің 3 түріне байланысты қазір мына қосымшада сендерге сұрақ берілген. Қазір музыка қосылады. Музыка қосылғанда кімге тоқтайды? Сол оқушы осының ішіндегі сұрақтарға жауап береді. Қазір бастаймыз. Музыканы қосамыз. Бір-бірлеріне береді. Бір-біріне бер. Тез-тез беріп артады. Мұхаммед алабы. Тез бірін алып, сұраққа жауап бер. Пайымдау мәтіні дегеніміз не? Айта ғой. Оқиға құбылыстарының себептерін түсіндіріледі, дәлелденеді. Неліктен неге деген сұрақтарға жауап береді. Жарайсың. Андағын өзіңе ала ғой сұрақты. Келесі оқушыға бере ғой. Қолтишаны мына жаққа береміз. Келесі жаққа. Бере ғой. Бірін ала ғой. Әңгімелеу мәтін дегеніміз не? Әңгімелеу бір нәрсе жайында хабарлайды, неліктен, неге, қайда, не істеді, қайтеді, қайда болып сұрақтарына жауап береді. Жақсы, жарайсың. Келесі оқушыға бере ғой. Мына жаққа үшінші қатарға береміз. Мәтіннің неше түрі бар? Айта ғой. Мәтіннің 3 түрі бар. Сипаттау, әңгімелеу, пайымдау. Жарайсың. Келесі оқушыға бере ғой. Сипаттау мәтіні дегенімізде, сипаттау мәтіні ол адам, табиғат, жануарлар сипатталады. Қандай қай сұрақтарына жауап береді. Жарайсыңдар Нұрғанат. Балалар, біз сендермен қазақ тілі сабағында сөйлеу мәдениетіне үйренемін тақырыбын өтеміз. Сабағымыздың мақсаты мәтіндегі негізгі ойды анықтап, мәтінге ат қоямыз. Өз ойымызды жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап үйренеміз, және де әдепті сөздерді қолданатын боламыз. Осы мақсатымызға сай, қазір біз сендермен жаттығулар орындаймыз. Барлығымыз кітабымыздың 33-ші бетін ашамыз. Сендерге сұрақ, әдепті бала қандай болу керек деп ойлайсыңдар? Қане, ал Әйгерім айта ғой. Әдепті бала дегеніміз ол ақылды, барлығына көмектесетін мейірімді болу керек. Жарайсың. Келесі кім айтады? Қамышсыздан айтамыз. Әдепті бала ол мектепке келгенде әдепті болу керек. Сондықтан тыныш отырып тұру керек. Жақсы, жарайсың. Достардан болу керек. Мұсын тастау керек. Жақсы болды, жарайсың. Ал Бендет айта ғой. Олар денесін таза ұстау керек, апаймен амандасып тұру керек. Тағы да. Жақсы, енді соңғы Мұқағали айта ғой. Біз әдепті бала болу үшін ортада дұрыс отырып, апайдың көңіл күйін көтеріп, күнде сабаққа дайындалып келу керек. Сабақтан келген соң үстімізді шешіп, сумкамызды орнына қойып, бірден сабаққа көшуіміз керек. Жарайсыздар балалар, дұрыс айтасыңдар. Әдепті бала дегеніміз бұл сыпайы, білімді, ұқыпты, әрдайым әдепті сөйлейтін, әдепті болып жүретін баланы біз әдепті оқушы деп атайды екенбіз. Балалар, бүгінгі тақырыбымыз сөйлеу мәдениеті. Енді сөйлеу мәдениеті дегеніміз не деген сұраққа тоқталайық. Сөйлеу мәдениеті дегеніміз сөздерді дұрыс және орынды қолдана білу. Тіл болмаса, адам өз ойын екінші біреуге жеткізе алмас еді. Дұрыс келісесіздер ме осылай? Егер де біз бір-бірімізбен дұрыс сөйлесе білсек, біз әдептілікті жаңағы сақтап,
сөздерге антонимдік тіркесін тауып, сөздерді ажыратамыз. Ал бізге интерактивті өлеңді дауыстап тапсыра оқылы. Жылы жүрек тәттіртір, берек ені берер біл. Ашы сөзді өзімшіл, өнер өзім қалар. Қатесін қатсыз жұмсақ айт, ызаланбай сабыр қыл. Жарайсыңдар. Ал енді осы өлеңге қандай қойға болып деп ойлайсыңдар балалар? Ал айтылмай деп. Бұл жерде Жақсылық деп қойылады дейді тағы да. Ал іңкәрім айта қой. ашы тіл мен Тәтті тіл деп жарайсың. Тағы да. Ал айта қой. Асма. Ашы тіл деп қойылады бізде. Жақсы жарайсыңдар. Енді балалар бізде қарамен жазылған сөздерлерімізді қараймыз. Тақтаға жылы жүрек, тәтті тіл, одан кейін ашы сөз, жұмсақ айт деген 4 сөз берілген. Енді осының антонимді жаңағы тіркестерін табу керекпіз. Қанекей жылы жүректің антонимдік тіркесі айта қой. жылы жүрек, қатты жүрек. Жылы жүрек, тас жүрек дейміз. Тәтті тіл айта қой. Ашы тіл. Дұрыс, тәтті тіл, ашы тіл. Келесі. Ашы сөз, Жылы сөз жарайсың. Жұмсақ айт. қатты айт. Жақсы жарайсыңдар балалар. Қазір балалар біз сендермен жұптық тапсырмалар орындаймыз. Яғни жұп-жұбымызбен мынандай сендерге таратпа материал беремін. Бұл бізде 56-шы жаттығу. 56-шы жаттығуда бізде көңіл күй лебіздермен оларды сәйкестендір дейді. Яғни мына жерде мысалы көңіл күйді білдіретін алғыс, құттықтау, сәлемдесу, қоштасу, келісу, қошемдеп, қостау, таңдану деген бізде сөздер берілген. Осыны мына жақтағы сөздермен бірге сәйкестендіреміз. Яғни жұп-жұбымызбен жасаймыз. Бірге бірлесіп отырып жасаймыз. Қарындашпен сәйкестендіреміз. Қарындашпен жұбымызбен бірге сәйкестендіреміз. Одан кейін батыр тізелеміз. Мына жерге бір дайын болыпты, келіңіздер ортаға, қорғаңыздар. Дұрыс па балалар тексереміз, өзіміздің жаңағы жасаған кестемізге қараймыз. Алғыс. Алғыс. Мына жаққа тұрады. Айтамыз. Алғыс. Алғыс, Алла разы болсын. Рахмет көп жаса. Көргенің өссін. Құттықтаймын, төлеймін. Сәлемдесу, аман саумыз, сәлем, ассалаумағалейкум, сәлемет жүрек. Сайсызыңа бере ғой, келесін оқиды. Қоштасу, сау бол, келесі кездескенше. Келесу. Келесі әрине, я мақұл. Қошемет, қостау, қондату, жаса, айтқаны, кейсі керемет. Жарайсың, қызымсың. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Тапсырманы тамаша орындапсыңдар. Барлығымыздікі дұрыс па балалар, осылай ма? Жақсы, жарайсыңдар. Отыра қойыңдар. Қазір біз дәптермен жұмыс жасаймыз. Барлығымыз дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Сынып жұмысы жазамыз, әдемілеп. Біз қазір сендермен 58-ші жаттығуды орындаймыз. 58-ші жаттығуда бізде мәтіндегі ақыл кеңес қай кезде қолданылатын жайлы берілген осы мәтінді әдемілеп біз көшіріп аламыз. Және өзіміз жаттап аламыз. Ал балалар 58-ші жаттығуды орындап болсақ, қазір бізге іңкәр оқып береді. Қандай жазды екен? Өзге адамдардың сөзіне рұқсатсыз араласпаған жақсы
Ал ол сонша қажет болса кешіріңіз, немесе ғафу етіңіз. Сөзіңізді бөлейін деп тұрмын. Сөзіңізді бөлуге бола ма деген сөздермен сөйлесіп отырғанда рұқсат сұраған жөн. Бұл әдептілікті білдіреді. Жарайсың. Бұл жерде балалар бізде ақыл кеңес жайлы айтылған. Барлығымыз осы тапсырманы жазып, әдемілеп жазып болса, осыны үйде жаттап аламыз, иә? Енді келесі бізде тапсырма балалар. Мен сендерге қазір 2 жағдаят беремін, сол жағдаяттарды шешеміз. Ал балалар бізде бірінші жағдаятымызды шешейік. Сыныпта Айдар мен Жансая жаңа тақырыпты талқылап отырды. Сыныпқа жүгіріп кірген Жандос Айдар мен Жансаяны көре салып, өзінің әңгімесін айта бастады. Бұл қылығын жақтырмаған Айдар Жандосқа неге адамның сөзін рұқсатсыз бөлесің деді. Сасып қалған Жандос сыныптан шығып кетті. Ал бұны қалай түсінеміз? Бұл жағдаятты қалай түсінесіңдер? Бұл сен осыны орнапсың, не істер едің айтаға? Мен оны ойламағанда Мұнда бізде қараңдар, сыныпта Айдар мен Жандос бір жаңа тақырып талқылап отырады, алапта оларға келіп Жандос сөздерін бөледі. Мен оның орнында болғанда айтатын сөзіңізді бөлуге бола ма еттірді. Сол кезде айтатын. Өзі, жаңағы немеңді айтасың, е? Жақсы ал, Мұхаммали, сен оның орнында. Өйткені адам өзімен өзі сөйлесіп отқанда кіріп оған бірден сөзін бөлуге болмайды. Кешіріңіз, сіздің сөзіңізді бөлсем бола ма деп айту керек. Жақсы, жарайсың. Келесі, алаңда ғой. Мен Жандостың орнында болсам, ғафу етші, мен сөзіңізді бөлейін деп тұрмын деп айтар едім. Деп әңгімеңді бастар едіңдер. Жақсы, елімізде екінші жағдайы. Сабақ аяқталды. Мектептен қайтқан оқушылар автобусқа отырды. Автобуста оқушылар мектепте болған қызық жағдайларын айтып күле бастады. Дауыстары қатты шығып, айналасындағы адамдарға кедергі жасады. Үлкендердің ескертуін елемеді. Ал бұлар орнында болсаңдар не істер еді? Дұрыс па бұл балалардың жасағаны? Ал автобус бұл бізде қандай жер? Тынышты, иә? Барлық адамдар отыратын, иә? Жақсы, бұны орнында болса не істер едіңдер? Қане басқа? Әйгерім не істер едің айта ғой? Егер бәрі дауысымен отырса, мектепте бұл оқушылар сияқты. Маған ол солай сияқты ескерту берді. Сондықтан мен ақырын ғана сыпырыласып отырдым. Жақсы, бағалап жібекші Әйгерімді. Дұрыс айтты ма? Иә. Жақсы, жарайсың Әйгерім. Балалар, бүгін біз сіздермен қандай тақырып өттік? Айта ғой, сөйлеу үйренемін, иә? Бүгінгі сабақта не өттіңдер? Оқу мақсатымызға жеттік па? Иә. Тапсырмалар орындау арқылы, иә? Ал не түсіндіңдер бүгінгі сабақта? Айта ғой. Біз осы сабақта сөйлеуді үйреніп, мәдениетті болуды үйрендік. Тамаша, жарайсың. Мәдениетті болуды, дұрыс сөйлеуді үйрендік. Бүгінгі сабақ бәріңе ұнады ма? Иә. Мінекей көрсетіп жіберейікші қалай? Ұнады, иә, бәріңізге?